Қайырлы күн достар. Қысқа қияр тұздау рецептімен бөліскім келеді. Алдымен қиярды кемінде 3 сағатқа салқын суға салып қоямыз. Менде салқын суда 6 сағат тұрды. 6 сағаттың ішінде бірнеше рет суын ауыстырып алдым. Банкаларды стерилизацияламаймын. Жақсылап таза губкамен содамен жуып аламын. Банкын түбіне көз мөлшерімен хрен салам, укроп сабағын. Әр банкыға 2-3 тіс сарымсақ саламын. Қиярдың 2 шетін кесіп, банкыны толтырамыз. Қайнап тұрған суды құйып шығып, бетін крышкамен жауып қоямыз. Крышкаларды да алдын ала қайнатып алдым. Осылай барлық банкаларымызға суды құйып шығамыз. Кастрөлге тағы да суды қоямыз қайнатуға. Кастрөлдегі су қайнағаннан кейін банкалардағы рассолды раковинаға төгіп тастаймын. Осылай тағы бір рет қайталаймыз. 3-ші рет су құярдың алдында қалған ингредиенттарымызды салып шығамыз банкаларға. Құрғақ қыша салдым. 3 түйір қара бұрыш бұршағын, хош иісті бұршақтан 2 түйір салдым. Қан, тұз, уксус, қайнап тұрған суды 3-ші рет банкаларға құйып, бетін крышкамен жауып, машинкамен жауып тастаймыз. Жапқаннан кейін тексеруді ұмытпаңыз. Барлығын жауып болғасын, банкаларды төңкеріп, бетін пледпен жабамын. Осылай әбден суығанша 2 күн тұрады. Рецепті ұнаса лайк басыңыз, каналыма жазылыңыз.